Енді келесі сұрақтарымыз мынандай. Әр өңірдің қазақтарының бет бейнесін, антропологиялық бет бейнесін сіз жақсы білесіз. Орталық Қазақстанда кірме қазақ аздау деп сізге кезінде Әлкей Марғұлан айтқан екен. Енді сол зерттеу жұмыстарыңыздың кейбір бір тұстарын айта кетсеңіз, әр өңірге тиесілі қазақтың қай типологиясы жатыр, антропологиялық, соны бір айтып кетсеңіз. Жақсы, рахмет, өте қызықты сұрақ. Өмірімізді осыған арнадық қой. Марқұм Сатпаев айтып еді, сен енді осы ғылымның саласын аяғына шейін жеткіз деп. Дене құрылысына қарап, қан жүйелеріне қарап, дәм сезімдеріне қарап, тіс құрылысына қарап, алақанды тері бедерелерінде, жаңа бас сүйектердің дене құрылыстарының ерекшелігін 5 саладан қарағанда қазақты аймақтарға, шығыс, батыста тұрып атқан, солтүстік пен оңтүстік, орталық тұрған қазақтарды бөлшектей алмайсыз. Әрбір аймақтарды салыстырғанда, жаңа жүздерге салыстырғанда, мен оларды бөле алмадым. Бізде ғалым ретінде айтып отырған сөзін тыңдаңыздар, қымбатты көрермендер. Бірлігін айтып отыр қазақтың. Бөле алмадым деп отыр антрополог ғалым. Ат түбірінде қазақты аймақтарға бөлу, Қазақстан бойынша бүгінгі қазақтарды жүзге бөлу, ешбір ғылыми негіз жоқ.